айтып өткен болатынбыз. Яғни ілімсіз, надан, жәһіл дейміз ғой, жәһил. Осындай адамдардың жағдайлары немен тең десе, әл-жәһилуна фәмәута қабла мәутихим вәл-әлимуна ва ин мату фәәхияу. Надандар өлмей тұрып өлгендер деді. Надандар өлмей тұрып өлгендер. Яғни шын өлім сәті келмей тұрып, тірі өлік болып жүргендер дейді. Ал ғалымдар болатын болса, тіпті өлсе де мәңгі тірілер дейді. Бұл жөнінде алдыңғы сабақта азын аулақ мысал келтірген болатынбыз. Енді Шейхул Ислам Бурхануддин тағы бір мынандай өлең шумақтарын айтады. Надан өлуден бұрын өліп қалған. Өзінің несі үшін? Өзінің отбасы үшін. Фәәжсамухум. Олардың денелері қабір болмай тұрып, денелерінің өзі қабір дейді. Ауыр сөздер, ауыр сөздер. Ауыр мағыналы сөздер. Яғни, надан адам өзінің отбасына да пайда келтіре алмайды деген сөз. Өзінің жақындарына да пайда келтіре алмайды. Керісінше надан өз отбасы үшін, жақындары үшін күйік болып табылады. Байқасаңыздар, бір жанұяда егер оқымаған, ешқандай еш жерде білім алмаған, мектеп қабырғасы болсын, университет қабыры, жоғары оқу орындарында да мүлдем түспеген, тек көше қаңғырып жүрген жігіт болатын болса, әке шешесін, бауырларын тек әбігерге салумен болады. Бұл дүниеде, өмірімізде талай кездесіп жүрген мысалдар өте көп. Біріміздің досымыз сондай болуы мүмкін, біріміздің өзіміз сондай болуымыз мүмкін, біріміздің ініміз, біріміздің ағамыз, әйтеуір кез келген отбасыдан немесе кез келген бір ағайын туыстың ішінде осындай адам болады. Сол себепті айтып жатыр. Ол өлмей тұрып, өлім келмей тұрып, өзінің отбасы үшін де өлім болып табылады дейді. Өлтіріп, сен мені өлтіріп біттің ғой дейді ғой, әке шешесі. Сен бізді өлтіріп бітетін болдың дейді. Яғни, отбасын бұл ешқашанда жақсылыққа сүйремейді. Тек қана қиындыққа, жаманшылыққа салмақ салудан басқа еш нәрсе білмейді. Бұл надан адамның жағдайы. Білмегеннен кейін, түсінбегеннен кейін, ол қалағанын, ойына келгенін шайтанның добы болып, айдақталып жүре береді. Болашағы жоқ. Өткен өмірінде істеген жақсы тірлігі жоқ. Болашағынан ешқандай үміт күттіртпейтін осындай жігіттер бар. Алла, иншаалла, ондай жігіттердің жүрегін ашсын. Ол бір сәтте ғана, егер адам өзгерем десе, барлығын тастап, бір сәтте ілім алам десе, бір сәтте құлшылыққа бет бұрам десе, ол түк емес. Фәәжсамухум қабл қубури қубур деді. Олардың денелері де қабірге түспей жатып, денелерінің өзі қабір болады дейді. Яғни, қабірдің ішінде не бар? Қабірдің ішінде ештеңке жоқ. Оның ішінде мал мүлік жоқ. Оның ішінде жейтін ішетін еш нәрсе жоқ. Оның ішінде бір дайындалып қойған адамға керекті еш нәрсе жоқ. Тек қоныс, адамның сүйегін ғана өзінің бауырына алып жататын қабір. Енді адам баласының денесі не үшін қабір деп жатыр? Себебі надан адамның денесінің ішінде ешқандай да адамға керекті, пайдалы еш нәрсе жоқ дейді. Тек қана қорқыныш бар, тек қана азап болуы мүмкін, қара түнек. Ал білімді адамның іші ол нұрға толы. Себебі ілім ол нұр. Ілім ол нұр.
Енді адам кез келген кісі ілімменен тірілмесе, ілімменен өмір сүрмесе, немесе ілімменен өз-өзін тірілте алмаса, онда қайта тірілген кезінде, адамдар қайта тірілген кезде, оның тірілуінен ешқандай пайда жоқ дейді. Тіпті арғы өмірде де адам қайта тірілген кезде, ол жақта да өзіне де пайда келтіре алмайды, өзгеге де пайдасын бере алмайды. Қияметте Алла тағала пайғамбарларға шапағат етуді, ғалымдарға шапағат етуді, сиддиқтарға шапағат етуді, шәһидтерге шапағат беруді, ғалымдарға шапағат беру, қариларға шапағат беруді, сосын Алла жолында соғысқан батырларға шапағат беруді сыйлаған, нәсіп еткен. Жоқ дегенде адам өзінің досына шапағат ете алады. Қиямет күні сондай жағдай болады, екі достың екеуі де күнәлары көп, сауаптары аз болғаннан кейін, екеуі де тозаққа тасталынайын деп жатқан кезінде, біреуі екінші досына, мендегі бар сауапты сен ала қой, сен жәннатқа кіре қой, екеуміз кіргеннен не пайда, кірсем мен кірейін деп, досы үшін сондай адамдар болады. Өз-өзін тозаққа қиып жіберетін. Маған бер демейді, маған бер дейтіндер де болады ғой. Бірақ сондай бір достар болады, мен берейін саған, сен кіре қой, сен соған лайықтырақсың деп. Сонда әлгі досы төбесі көкке жетіп, енді ол қуаныш, оны біз сөзбен жеткізе алмаймыз. Бұл өмірдегі қандай қуаныш болмасын, ол қуанышқа жете алмайды. Тозаққа кірейін деп тұрған адам жәннаттық болып бара жатқандығы. Қуанып, қайтадан жаңағы есеп беру үшін өзінің несін алып келген кезінде, жаңағы жинаған сауаптарын, досының сауаптарын қосып, Алла тағала бәрін білуші не дейді? Сен бұл сауапты қайдан алдың дейді. Сонда бұл сауапты маған пәлен деген досым бер дейді. Онда досыңды алып кел дейді. Досын алып келген кезде екеуінде бірдей жәннатқа Алла тағала кіргізіп жібереді. Бұл білімді адамның тірлігін, бәрібір білімді адамның, сауабы бар адамның істейтін тірлігі. Ақырет қияметте адамдардан, әке баладан, бала әкеден, күйеуі әйелінен, әйелі күйеуінен қашып жатқан жағдайда, осындай қиын қыстау жағдайда, надан адамдар бұл өмірде еш нәрсеге қол жеткізбеген, еш нәрсені білмеген, түсінбеген, тек күнә жинаған адамдардың жағдайы не болмақ? Сауабы барлар өзінің сауабын бере алады, немесе біреуден сауап сұрай алады. Ал бұндай адамдар қиямет күні қайта тірілген кезде де ешқандай пайдасын бере алмайды дейді. Бұл өмірде де, демек ақыретте де надан адамның жағдайы өте нашар екен. Алла сақтасын. Алла сақтасын. Біздің дініміз, ілімнің діні, біздің мұсылман білімді болу керек. Барлық жағынан. Енді біз алдыңғы сабағымызда және де нені жалқаулық, бұның, яғни надандық неден келеді дедік? Бұл жалқаулықтан келеді дедік. Надандық бұл жалқаулықтан келеді. Адам бүкіл қандай жақсы амалдарды жасағысы келетін болса, ол жақсы амалдарды жасауына, безенденуіне, алуына, мінезделуіне бірден бір кедергі болатын ең бірінші нәрсе не дедік? Жалқаулық дедік. Ілім алуға жалқаулық, намаз оқуға жалқаулық, ораза ұстауға жалқаулық, зікір етуге жалқаулық, Құран оқуға жалқаулық, біреудің барып жағдайын сұрауға жалқаулық. Кез келген істе жалқаулық бірінші тұрады, адамға зиян тигізіп. Надандықта осы жалқаулықтан пайда болады дедік. Енді адам баласы осы нәрсені жеңу үшін қызығу керек дедік. Жалқаулықты жеңу үшін адам өз-өзін қызықтыра білу керек, қызығу керек, құштар болу керек. Ал ілімменен түсінік беретін адамға ілімменен түсініктің беретін ләззатын адам құштарлықпенен соны ынтызар болып ала алатын болса, онда
ол жалқаулығын жеңе алады. Және де жалқаулығын жеңу үшін ілімнің, түсініктің беретін ләззаты адам құштар болатындай, ынтызар болатындай нәрсе болып табылады. Өмірде қандай нәрсеге қызығамыз, қандай нәрсеге ынтызар, құштар боламыз. Мысалы, көп жақсы әйелге, жақсы мал мүлікке, жақсы ішіп жемге, жақсы киімге, жақсы достарға, жақсы мансап, атақ, абыройға. Бұның барлығына біз құштармыз, қызығамыз. Бірақ осы қызыға тұратын нәрселердің ішіндегі ең абзалы ол әрине ілім. Алдыңғы сабағымызда да айттық, себебі ілім ол адамның бойында қалады. Адамның абыройын алып қоюға болады. Адамның атағын алып қоюға болады. Адам әйелінен айырылуы мүмкін, бала шағасынан айырылуы мүмкін, таныс тамырдан айырылуы мүмкін, мал мүліктен айырылуы мүмкін. Бірақ алған ілімі оның бойынан ешкім суырып ала алмайды. Себебі ол ақылыменен қанына сіңіп кеткен қабілет болып табылады. Ол қабілетті ешкім суырып алатындай күш қуатқа ие емес. Енді сол қызығатын нәрселердің ішіндегі ең абзалы бұл ілімнің беретін ләззаты. Ләззат үшке бөлінеді. Бұл дүниедегі ләззат үшке бөлінеді. Ең біріншісі ләззатун хиссия дейді. Ләззатун хиссия. Мына біз 5 сезім мүшемізбенен бағындыра алатын ләззаттар. 5 сезім мүшеміз дегеніміз иіскеу, дәм сезу, есту, көру, сипап сезу. Көріп ләззат аламыз ғой? Аламыз. Табиғаттан ләззат аламыз. Сұлу жан жануарлардан ләззат аламыз. Кішкентай баламыздың қылығын ойнап жатқанын көріп ләззат аламыз. Бауыр мен бауыр достасып жатса, оны көріп ләззат аламыз. Естіп ләззат аламыз, Құран тыңдаймыз. Кішкентай сәбиіміздің, баламыздың алғашқы шыққан сөздерінен, күлген күлкісінен сыңғырлап, осының барлығынан ләззат аламыз. Және де дәм сезіп бал жейміз, түрлі еттерден болған, түрлі жемістерден болған тағамдарды жейміз, ләззат аламыз. Ең бірінші ләззат демек, қандай ләззат екен? 5 сезім мүшемізге бағынатын ләззаттар. Қоршаған ортамыздағы, айналамызда жатқан ләззаттар. Енді бұл ең төменгі ләззат дейді. Себебі ең тәтті болған бал ол араның құсығы. Ең қымбат болған тас, алтын аяққа тапталып жердің астында жатыр. Ең қымбат болған мата түрі жібек. Жібек болса неде жатыр? Жібек құрттың қортып шығатын нәжесі болып табылады. Енді нәжес нәрсе емес қой. Біз оны құрттың несі деп айтамыз. Құрттың шығаратын нәрсесі. Демек, бұл өмірдегі ең бағалы, ең қымбат біздің 5 сезім мүшемізге бағынатын, біз омен ләззат алатын заттар, ол жаңағыдай бір жәндіктің құсығы, бір жәндіктің артынан шыққан нәрсесі, жердің астында тапталып жатқан нәрселер. Несі жоқ? Қадір, құрметі жоқ. Бірақ біз оны өзіміздің тұрмыс тіршілігімізде басқа нәрселер болмағандықтан ең бағалы осы заттарды қолданамыз. Екінші ләззат қандай ләззат? Бұл ләззатун хаялия дейді. Қиялы ләззаттар. Қиялдың ләззаты. Адам отырып армандаса, ләззат ала ма ол нәрседен? Ләззат алады. Шіркін-ай, мен осындай жерге жетсем, осындай жерге барып араласам, ертең осындай жерге барып тамақтансам, осындай сұлу қызға үйленсем, немесе осындай сұлу сымбатты жігітке тұрмысқа шықсам деп. Кез келген әйел болсын, ер болсын, қиялданып отырып ләззат ала алады. Қиялдану ләззат. Бірақ бұл да қадірсіз, құрметсіз дейді. Неліктен? Себебі ол қанша адам қиялданғанменен, бірақ оның болмысы, заты жоқ. Оған жете алады ма, жете алмайды ма? Ол қиялдағы түбі жоқ нәрсе. Негізі заты жоқ нәрсе. Енді үшінші нағыз ләззат бұл ақылдың ләззаты дейді. Нағыз ләззат
ақылдың ләззаты, яғни ілімнің ләззаты. Адам білген сайын ол ілімнің ләззатын түсіне береді. Түсінген сайын, білген сайын ол қателесуден, өз-өзіне зиян келуден, өзгеге зиян келтіруден тоқтай бастайды. Кемелденеді, толығады. Қанша адам бал жесе де, қанша адам жібектен киім кисе де, оның ақылында, миында ешқандай ілім болмаса, ол адам зиян келтіруден басқа еш нәрсе білмейді. Жібекті киіп, көлікті мініп, қолына алтынды тағып, біреуді барып мысқылдап, мазақ қылып, кішірейтіп, төмендетіп, өзін тәкаппар жоғары санаудан, менсінуден басқа еш нәрсе істемейді. Бір жақсы бір сөз жазылған екен интернет желілерінде. Бай бір кісі, бай бір жігіт бірдестен көтеріліп, деңгейге бірдестен жеткен, бірақ ешқандай ілімі жоқ, несі жоқ, мінез көркем мінезі жоқ. Сол келіп, жаңағы ресторандағы даяршыға мінез көрсетіп, айқайлап, құлықсап, мәміле жасаған. Сонда соны көріп жатқан адамның сөзі: әттең-ай, мынау байғұстың мал мүлкінен басқа еш нәрсесі жоқ екен ғой деп. Не деген мағыналы сөз, не деген терең сөз. Мынау байғұстың мал мүлкінен басқа, қолындағы ақшасынан басқа түгі жоқ екен ғой деп. Яғни адами қасиеттер. Адами қасиеттердің ең шыңында тұратын ол адамның білімі, сол білімге жасалынған амалы. Ең адам үшін бағалы, құнды нәрсе. Демек, біз бұл өмірде қызығатын нәрселердің ең жалқаулығымызды жеңу үшін қызығып, ынтызар болып, құштарлықпенен орнымыздан тұрып кететін ләззат, ол ненің ләззаты? Ілімнің ләззаты екен. Енді жалқаулықтың өзі қаяқтан туындайды? Ғалымымыз айтады, бұл жалқаулық көп сөлдің бөлінуінен, ылғалдықтан туындайды. Жалқаулық. Енді себебі адамның бойында су көп болатын болса, тым артық болатын болса, ол адам жалқау тартып келеді екен. Енді оны төмендету, жалпы адамның сөлін, бойдағы артық ылғалды төмендету үшін адам аз тамақ жеу керек. Адам өте аз тамақ жеу керек екен. Енді 70 пайғамбар мына нәрсеге келіскен дейді. 70 пайғамбар ұмытшақтық ол сөлдің, ылғалдықтың көптігі себепті болады дейді. Ұмытшақтық. Неліктен ұмытып қоя береміз? Көп түкіруіміз мүмкін, бойда көп ылғал болуы мүмкін. Ал енді көп ылғалдылық ол көп су ішуден болады. Ал көп су ішу тамақты көп жегеннен болады. Солай ғой. Өкіртіп қуырдақ жеп алсақ, жақсылап қамыр ауқатты сорпасымен ішіп алсақ, құрт қосылған, ораза кезінде бәріміздің аузымыз сүлденіп кетті ғой. Артынша не боламыз? Тоқтамай су іше береміз. Ал енді қазір егерде адам қатты бір жұмыс істеп, немесе күннің ыстығында жүрмесе, ауыз ашар кезінде дәл солай су іше аламыз ба? Жоқ, олай іше алмаймыз. Бір пиала немесе бір кесе су ішеміз, бол. Шөл деген адам ғана күннің ыстығына, бір ыстық жерде жұмыс істеген, қатты бір қиналған адам ғана болмаса, жалпы табиғи қалыптағы тірлікте жүрген адам суды өкіртіп іше алмаймыз. Себебі асқазанда суды талап етпейді. Және де ораза кезінде байқасаңыздар өздеріңізде, адамның денесі құрғақ жүреді, тілі, аузы құрғақ жүреді. Осы кезде біреу бір нәрсе айтатын болса, біреуге бір нәрсені тапсырсаңыз, ол көбінесе есте тұрады. Өздеріңіз осы нәрсені байқап көріңіздер.
жаңағыдай оразаға дейін қаншалықты адам ұмытшақ еді, оразадан кейін қаншалықты өзгерді. Осы нәрсені өздеріңізде байқап көрсеңіздер болады. Және де жалпы ғалымдарымыз тағы алдыларымыздағы тақырыптарда келеді. Адам суды көп ішетін болса, дәретке көп шығады. Дәретке көп шығатын болса, уақытын дәрет алуға көп жұмсайды. Уақытын дәрет алуға көп жұмсайтын болса, сабақ оқитын, қайталайтын уақыты азаяды, және де ол үзіле береді. Енді сабаққа кірісіп, қайталап, сабақтың толықтай адам енген кезінде ішіне дәрет қыштайды, дәрет алу керек. Дәретке шыққаннан кейін ойы өзгереді, бұзылады, анау түседі еске, мынау түседі, телефонын алады дегендей. Сол нәрселермен үзіліп отырады, бөлініп отырады. Демек, жалпы суды медицина ғылымы бойынша адам күніне қанша литр су ішу керек? 2 литрден аса су ішу керек. Бірақ салмаққа қарай. Бірақ ол жердегі су ішу мәселесі ала салып іше беру емес. Адам аздан, бірақ үнемі ішіп отыру. Міне сол денеге жақсы тарайды. Енді бір дестен көп іше берген су, ол тек қана барып дәретті қыштай береді. Бұл нәрсеге де мән беруіміз керек екен. Енді құрғақ кепкен нан бұл жаңа сөлді, ылғалды азайтады. Кепкен нанды жеу медицина ғылымы бойынша да өте пайдалы, асқазанға пайдалы. Бұны да ұмытпауымыз керек. Және де мейізді жеуде бұл да өте мейіз жеу бұл өте пайдалы. Біріншіден сақтау қабілетіне пайдалы. Алдымыздағы сабақтарға соған тиесілі болған тақырыпқа келген кезде өтеміз. Бірақ бұл жерде мейіздің тағы бір несін пайдасын айтып жатыр. Сөлді азайтады, ылғалдылықты тоқтатады. Бұны да бірақ енді көп жеп қоймау керек. Мейізді адам мен сөлімді азайтам деп көп жейтін болса, керісінше ол тәтті болғаннан кейін суды көп талап етеді. Суды көп талап ететін болса, ол жаңа сақтау қабілетін және де жалқаулықты қайтадан көтеріп жібереді, өсіріп жібереді. Сиуак, мисуак. Бұл да сөлді азайтады. Және де бұл адамның сақтау қабілетін күшейтеді. Оның бойында сондай шырынында сондай элементтер бар, адамның сақтау қабілетін күшейтетін. Бұны да есте сақтап жүруіміз керек. Бір-біріміздің есімізге түсіріп жүруіміз керек. Бір-бірімізге көрсетіп жүруіміз керек. Мен қолданып жатырмын деп. Өйткені адам ісімен де, сөзімен де өзгеге бір жақсы амалдарды есіне түсіретіндей қылып жасап жүрсе жақсы. Және де адамның таза сөйлеуін дамытады. Таза сөйлеуін. Құранды таза оқуға, хадисті таза оқуға, таза кәдімгідей сөйлеуге. Өйткені адамның аузы бір жағынан лас болатын болса, дұрыс сөздер дұрыс шықпайды. Және де мынау сілекейлер, тағамның қалдықтары, солардың барлығы тұрып қалғаннан кейін дауыстың өзі таза шықпайды. Ал сиуак болатын болса, оның бойындағы шырыны өзінің қасиеті сондай, адамның аузын барлық нәрселерден тазартып отырады. Сонымен қатар дауысты ашады. Және де әріптерді дұрыс, таза, нық шығаруға септігін тигізеді. Өте пайдалы. Онымен қоса бұл сүннет болып табылады. Өзіміздің аузымыз тазартып жатырмыз. Өзімізге пайдалы жатырмыз. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін тірілтіп, соған амал етіп жатырмыз. Намазымыз, оққан Құранымыздан артық сауап алып жатырмыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисіне жаңа сиуак пайдаланып оқылған намаз, былай оққан намаздан 25 есе сауабы көп деген хадисінде. Құранды оққан кезде де бұл да сауабы солай еселенеді. Және де тамақты аз жеудің тағы бір жолы,
ол тамақ аз жеудің пайдасын адам көп ойлау керек. Сол кезде адам тамақты аз жей бастайды. Бұның пайдасы мынандай ғой, пайдасы мынандай ғой. Өзімізде жаңағы қазір телефоннан бір керемет өзімізге бір пайдалы бір бейнетаспа көріп қалсақ, сол бейнетаспа 1-2-3 күн әсер етіп жүреді. Ойыңда жүреді жаңағы, мынау зиян екен ғой, мен бұндай істемеуім керек екен ғой. Немесе мынау пайдалы екен, мен осыны істеп жүрім керек екен ғой деген секілді. Сол секілді тамақтың пайдасын адам тамақты аз жеудің пайдасын көп ойланатын болса, онда тамақты аз жей бастайды. Ал енді тамақты аз жеудің пайдасы неде? Денсаулық. Міндетті түрде тамақты аз жейтіндер аз ауырады. Тамақты көп жейтіндер көп ауырады. Асқазанға күш түсетін болса, бүкіл іштегі ағзаға күш түседі. Медицинаның несі бойынша, ғылымы бойынша. Бауыр қиналады, бүйрек қиналады, жүрек қиналады. Бүкіл көк бауыр, кез келген ішектер, олардың барлығы артық жұмысқа түседі. Артық жұмысқа түскеннен кейін адам, денсаулық деген нәрсе адамның бойында тұр ғой, ол жайменен мүжіле береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде былай дейді: Алла тағала 3 адамды жек көреді. 3 адамды күнә жасамаса да жек көреді дейді. 3 адамды күнә жасамаса да, күнә дегенде жаңағыдай не құлшылықты тастау, не харам тыйылған нәрселерді істеу. Біріншісі, көп тамақ жейтін адамды Алла жек көреді. Күнә жасамаса да, отырып алып тамақ жей береді. Уәл-бахил, сараң адамды, күнә жасамаса да сараңдығы үшін жек көреді. Және де тәкаппар адамды, басқа күнә жасамаса да тәкаппарлығы Аллах тағала үшін жек көрінішті. Енді тамақты көп жеудің зиянын адам көп ойланатын болса, ол зияны көп түрлі аурулар, және де адамның табиғаты бұзыла бастайды. Аш көздік, мінезі құрый бастайды. Жаңағыдай сабырсыздыққа жолға бастайды. Жаңағы тамақ жейтін орындарға барған кезде кішкене тамақ кешігіп қалатын болса, бірдестен дауыс көтеру, сабырсыздық таныту, дөрекі сөйлеу, арыздана салу, бұның барлығы сол бір тамақтан келіп отыр. Және де тамақты көп жеу, яғни қарынның әрдайым тоқ жүруі, қарын ісініп, ішінде тамақ жүруі әрдайым, бұл адамның зеректігін құртады дейді. Ал зеректік, ол адам жылдам ойланып, кез келген мәселеге, сұраққа жауап таба салу. Зеректік дегеніміз осы. Кез келген жерде тығырықтан шығып кететін жолды тауып алады. Десе, мә деп дәлелді әкеп тұрады. Енді адам тоқ болатын болса, оны ойлануға шамы жоқ. Ырс, қарын тоқ, қайғы жоқ. Адам ойлануға шамасы жетпейді. Одан кейін не істейді? Зеректігі осылайша өшеді. Енді осындай нәрселерге қатысты анар, бұл жалпы анардың барлығы пайдалы деген. Анар атаулысы пайдалы деген. Ал балық атаулысының барлығы зиян деген. Осындай сөз бар екен. Бірақ төбеге дәл осылай мағынада түсінбейміз. Ол былай: аз балық жейтін болсақ, пайдалы болады. Бұл жерде балық атаулысы деген, яғни балықты тек балық, тек қана балық жеу, және де оны көп жеу. Бұл бәрібір не қылады екен? Зияндығын береді екен. Аз балықты жеу, көп анар жеуден пайдалы дейді. Жаңа анардың бәрі пайдалы дедік қой. Бірақ балықты аз жейтін болатын болсақ, көп анарды жеп алғаннан қарағанда пайдалы болады екен. Енді адам тамақты жеп тойғаннан кейін оның үстіне жеу, бұл тек барып тұрған зияндық қана, ешқандай пайда жоқ дейді оның үстінде. Тіпті ғалымдарымыз не дейді? Ол
қиямет күні ол адам азапталады дейді. Азапталуға лайықты дейді бұндай адам. Тойғаннан кейін үстіне жеу. Омар радиаллаху анхудың жағдайы былай болған екен. Омар радиаллаху анху мынандай сөзі бар. Кафа бил мар'i исрафан ан якула кулла маштаха дейді. Адам баласы ысырап жасайды, ысырапшыл болып кетеді, қашан қалаған кезінде аузына тамақ тыға беретін болса дейді. Кеп қалды, бір дастарханда тұр, жегіміз кеп тұрған жоқ, негізінде оған мұқтаж болып тұрған жоқпыз. Қарнымыз ашып, әлсіреп тұрған жоқпыз. Тұр, соны алып, қызықтық, не дейді бізде де, қарын тойса да, көз тоймай тұр дейді ғой. Қарның тойса да, көзің тоймай тұрма дейміз. Соны көз үшін әшейін алып жей беретін болса, Омар радиаллаху анхуның сөзіне дейді, ысырапшылдық нағыз осы дейді. Осының өзі ысырапшылдық дейді. Біз қазір қарнымыз ашып тамақ жемейміз негізінде. Сондай нығметте, сондай тоқтық заманда, баршылық уақытта өмір сүріп жатырмыз. Көпшілігіміз жоқ деп айта алмаймыз әрине. Не деген жағдай нашар, азанда тамағы бар, түсте тамағы жоқ адамдар айналамызда өмір сүріп жатыр, бірақ біз іздемейміз ондай адамдарды. Сондай біздің жағдайымыз, біз аштықтан тамақ жеп жүрген жоқпыз қазір. Аштықтан ешкім, көпшіліктің алатын болсақ, соның ешқайсысы аштықтан тамақ жеп жүрген жоқ. Бәлкім барлықтан жеп жүрміз. Алдымызда бар. Үйде жеміс бар, үйде еттер бар, үйде түрлі нандар бар, қуырылған заттар бар, тәтті заттар бар, түрлі варениялар бар, анау бар, мынау бар. Дастарханымыз әр түрлі, қонақ шақырған кезде ыдысты қоятын жер таппай жатамыз. Жер жоқ өткен. Толып кеткен дастархан, түрлі заттар. Оның үстіне дәнді дақылдар бар. Оның үстінде түрлі кәмпиттер бар. Кезінде қатып қалған бір кәмпитті апамыздың ыстыққа тыққан сандығынан ұрлап шықсақ, сол біз үшін үлкен жеңіс еді, үлкен бір олжа еді. Қазір ең қымбат деген жаңа түрлі шоколадтар, түрлі кәмпиттер дастарханда желінбей тұрады. Әшейін дастарханның не үшін қойды? Сәні үшін. Тағам сәнге айналып кеткен. Өзіміз тағы айтып қоямыз, кезінде пәлен деген осындай патшалар болған, жегені алдында, жемегені артында деп біреулерді айтып қоямыз. Біздің де дәл сондай. Олардың да алдында тағамдар, құстың тағамдары, анау, мынау, тірідей, бүтіндей әкеп қойып, соны сән үшін көрген болса, біз де соның мысалын істеп жатырмыз. Сән үшін қойып қоямыз, оны ешкім жемейді тұғын. Бала-шаға бір күн беріп жібересін, ол да олар да қатырып жемейді. Барады да мыжып ашып бір тістеп лақтырып кетеді. Біз барлықтан жеп жатырмыз. Алдымызда зат көп, көреміз де жей береміз. Ешкім аш емес. Осындай жағдайдағы кісілерді айтып жатырмыз әрине. Бірақ иншалла жаңағы жағдайы нашар адамдарды тауып, солармен бірге тамақтануды Алла нәсіп етсін. Сондықтан да міне жерде не деп жатыр? Тамақты тойғанның үстінде жейтіндер ақыретте азапталуға лайықты деп жатыр. Омар радиаллаху анху ысырапшылдық осы деп жатыр. Енді қиналып кеттік па? Тамақ мәселесіне келгенде енді қазаққа тамақтың тақырыбы қиын тақырып негізі. Өйткені біз сондай қазақ, сондай ұлтпыз. Жаңа кешке жатар кезде кішігірім тамақ жеп алайын деп, жаңағы түстен қалған жылтпаны, қазы, қарта, араласқан, нарыны бар, басқасы бар, наны бар, бауырсағы бар, жақсылап қарынды тойдырып жатпасақ, азанға дейін қиналып, дөңбекшіп ұйықтай алмастан. Бұған бірақ адам үйренуге болады, жайменен адам тәрбиелейтін болса, ол өте жақсы нәрсе. Сол күшті алады. Адам бірлеген тамақ жейтін болса,
және де бір тарелке тамақ жейтін болса, екеуінен де бірдей күшті алады адам. Бірақ оған үйрену керек, оған бейімделу керек адам. Бір дестен алып келіп, ғалымдар кезінде бір үзім нанмен, бір үзім етпен бір күнін өткізген, немесе бір жаңағы кесе суменен күнін өткізген сахабалар осындай болған, бізде аяқ астынан сондай болып кетеміз десек, бүкіл қазақты қырып аламыз. Сондықтан иншалла жаймен шайды қояйық бір күні жаймен тәттілерден алыстайық, бір күні аз тамақ жейік, 2 тамақ болса 1,5 табақ дегендей, сөйтіп қысқарту керек. Алдындағы сабақта да айтты ғой, адам өзінің нәпсісін естемеу керек деді. Адам өзінің нәпсісін бірден қинап жібермеу керек деді. Өйткені өзін бірден қинап жіберсе, ол бітті. Екінші рет оған жолағысы келмей, жалығу деген нәрсе құртады адамды. Енді адам баласы тағы да жаңағы аз тамақ жеудің жолын іздестіру керек. Ол жол бірінші майлы тамақты жеу керек. Егер әрине ол асқазан ауырмаса, майлы тамақ жейтін болса, адам тез тоқтайды. Немесе қалаған нәрсесін бірінші жеп бастау керек. Қалаған нәрсесін. Дастарханға отырдыңыз, нені қалайсыз? Бірінші. Ол ұят нәрсе емес. Бірінші өзіңіз нені қалайсыз? Егер жаңағы торт жеуді қалайсыз ба, бірінші торт жеп алыңыз. Жаңа тамақтың жеу әдісі, тәсілі бойынша ең соңғы десерт деп жаңағы шаймен беріп жатады ғой. Жоқ. Ең бірінші не жеуді қалайсыз? 1 кило шоколад жегіңіз келіп жатыр ма? Жеп алыңыз. Содан кейін барып, неге? Алдыңызға палау келсе, асылған ет келсе, қарап көре соған қарай. Беттеп. Ал енді адам баласы жалпы мен кішкене көбірек тамақ жеймін, не үшін? Маған кішкене қуатты күш керек. Жұмыс істеймін. Құрылыс. Немесе бүгін сондай бір ерекше бір жұмыс істеймін, маған бүгін көбірек тамақ жеу керек. Немесе мен бүгін Құранды көп оқимын, маған жақсылап тамақ жеп алуым керек. Ораза ұстаймын, намаз оқимын деп, солар үшін шынайы түрде тамақты көп жейтін болса, бұл рұқсат. Алайда бекерден бекер жатып шер болып кету, бұл болмайды. Алла Тағала естіп білгенімізге амал етуімізді нәсіп етсін. Алла Тағала әрбір күнімізде істеп жүрген амалдарымыздан сауап алуымызды, және де істеп жатқан амалдарымызды Алланың разылығы үшін, Алланың махаббатына жету үшін, мейіріміне бөлену үшін істеп жүруімізді Алла нәсіп етсін. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.